Сәлем балалар, хал жағдайларың қалай? Бүгін бізде әліппе, бірінші сынып, 16-шы сабақ. Тақырыбымыз Р дыбысы мен әрпі. Балалар, біз алдыңғы сабақты жалғастырамыз. Яғни, Р дыбысы мен әрпі деген тақырыпта. Бірінші суретте не берілген? Нар, түйенің бір түрі нар. Яғни, Р дыбысы ең соңында кездесіп тұр, Екінші суретте қасқыр. Бұл жерде аны қоямыз, А деген дауысты дыбыс. Екінші төмендегі құстар берілген, Қарға, екі буын, және құр деген құс, құр бір буында. Бұл жерде р әрпін қойдық, Құр дегенде ең соңғы р әрпін қойдық. Нар дегенде де ең соңғы әріп р әрпі. Қасқыр дегенде екінші әріп аны қойдық. Яғни дауысты, ол қызыл нүктемен беріледі, балалар. Ал р деген ол дауыссыз, ол көк нүктемен беріледі. Қарға деген сөзде де р әрпін қойдық, яғни дауыссыз. Ең соңғы әріпке қойдық, ол дауысты әріп. Екінші тапсырмамыз, балалар, бірінші суретте ара берілген, яғни жәндік, ара. Ал екінші төменде бұны да ара деп айтамыз. Бұл құрал сайман болып саналады, балалар. Яғни екеуінің атаулары бір, бірақ екеуі екі түрлі дүние, өздеріңіз көріп тұрғандай. Екінші суретте балалар, бала деп шауып бара жатыр, оның артынан аралар қуып келе жатыр, ара деп астында буынға бөліп қойған. Яғни бұл жәндік, ара. Яғни бізді ара қуған кезде ол шағатын болғандықтан біз бала сияқты деп айқайлап қашатын боламыз, арадан. Балалар, осы секілді менімен бірге математика, әліппе, жаратылыстану және басқа да сабақтарды, пәндердің жауаптарын білгілерің келсе, менің каналыма тіркеліп және лайк басып, достарыңмен бірге бөліс. Сау болыңыздар, балалар.